Assalamualaikum. Құдай бұйырса бүгін жұма. Қандай керемет бүгін күн тамаша болып тұр Астанада. Құдайға шүкір, құстар ұшып жүр әне. Мынау біздің мешіт. Ақ мешіт деп аталады мешітіміз. Құдай бұйырса жұма қабыл болсын, құрметті мұсылмандар. Осылайша мұсылман адамның келбеті деп танылады. Оның өмірлік негізгі ұстанымы болатын ізгі амалдар өте көп. Бүгінгі уақытымызда солардың ішіндегі ең негізгі бесеуіне тоқталатын боламыз. Бірінші, көркем мінез және әдеп. Ислам көркем мінезбен әдептілікке негізделген дін. Әдептілік адамды көрікті етеді. Хазіреті Маулана рахимуллах ақыл жүрегімнен иман деген не деп сұрады. Жүрегім ақылымның құлағына иіліп, иман дегеніміз әдеп деп жауап береді дейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көркем мінезі арқылы надандық құрсауындағы мекке халқын мойындатып, оларға өнеге көрсетті. Алла Иисус саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарлық келгенге дейінгі 40 жыл өмірінде адамгершілік қасиетінің қоғамға әкелер пайдасын дәлелдеп берді. Сахабаларына мен жер бетіне көркем мінезді кемеліне келтіру үшін жіберілдім дейді. Қасиетті Құранда Алла Тағала пайғамбарымызды саллаллаху алейхи ва саллям сипаттап «Ва иннака ла'ала хулуқин азим». Шын мәнінде сен жоғары мінез құлыққа иесің деген. Көркем мінез жайлы білмек болған бір кісіге ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кешірімділікті ұстанып, жақсылықты үйрен және надандардан сырт айнал деген аятты оқып, көркем мінез туыстық қарым-қатынастарды өзгендермен арадағы араласуды арттыру, саған жамандық жасағандарға жақсылық жасап, қиянат жасағандарды кешіру. Bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelip din деген не деп сұрағанда, ол көркем мінез деп жауап береді. Әлгі адам айналсоқтап кетпей, бір қойған сауалын бірнеше қайталаса да, Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din көркем мінез деп жауап берген. Hazreti Maulana біліп қойыңыз, әдеп адам тәніндегі рух, әдеп әулиенің көзі мен көңілінің нұры. Егер шайтанның көзін жойып келсе, көзіңді ашып қара, шайтанды құртар әдеп. Адам баласында әдеп болмаса, ол шындығында адамдық болмысын жоғалтады. Әдеп адам мен хайуанның арасындағы айырмашылық деген. Екінші сипат әділдік. Мұсылман адамның бойында көрініс табу қажет болған маңызды сипаттардың бірі әділдік. Алла Тағала қасиетті Құранның Нахл сүресі 90 аятында «Инналлаха я'муру бил-'адли вал-ихсан ва ита'i зил-қурба ва янха 'анил фахша'i вал-мункар вал-баги». Hakikatında Allah әділдікті, ihsanды, игі істер істеуді және ағайынға қараласуды бұйырады. Сондай-ақ арсыздықтан, қарсылықтан, жамандық атаудан кетуді қияды деп айтқан. Адамдарға көркем өнеге ретінде жіберілген сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям бойында болған
asıl қасиеттерінің бірі осы әділдік еді. Қасиетті Құран Шура сүресі 15-ші аятында Алла Тағала ардақтан пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям оларға Алла түсірген кітапқа иман келтірдім, сондай-ақ араларында әділдік етуге бұйырылдым деп айтты, деп әмір еткен. Осы аятқа қатысты атақты таби Қатада рахматуллахи алейхи пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әділетті болуға бұйырылып, дүниеден өткенше әділдіктен қайған жоқ деген. Шынымен де сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям әділдігін пайғамбарлық келмей тұрған барлық адамдар мойындаған болады. Сол пайғамбарлыққа дейін түрлі табиғи жағдайларға байланысты қағбаның іргелері құлап, ескіріп қалғандықтан Меккедегі мансапты рулардың келісімімен қағба қайтадан жөнделіп, ең соңында Хажрул Асвад қара тасты орнына қою кезінде рулар арасында талас пайда болады. Әр рух өздерінің мансаптарына сүйеніп, қасиетті тасты орнына апарып, қоюға өздері лайықты деп алғандар. Бұл жанжалдың шегі болмайтынына көзі жеткен олар араларында Мұхаммад Амин, сенімді Мұхаммад деп аталып кеткен пайғамбарымызға төрелік етуіне келіседі. Сол кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям ортаға бір сүйеніш қойып, әр рудың бір ақсақалдарына ұстатып, Хажрул Асвадты барлығы көтеріп апарып, кейін өз қолымен орнынан қойған болады. Бұл арқада пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям әділдігінің бір ғана көрінісі. Пайғамбарлық келгеннен кейін де ол кісінің әр сөзі мен ісі әділдіктің аясында болды. Біздің ата-бабаларымызда әділдік тоғының ерекше қастер тұтқан. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Әз Тәукенің жеті жарғысы, бәрі қара қылды қақ жарған әділеттілікке негізделді. Абай Құнанбайұлы бабамыз өлең жолдарында махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, және хақ жолы осы деп әділетті сүйге шақырған. Хакім Абай 38-ші қара сөзінде де кімде-кімнің әділеті жоқ болса, оның ұяты жоқ деп айтқан болады. Үшінші сипат бауырмалдық. Мұсылманның бойында табылуы тиіс сипаттардың тағы бірі бауырмалдық. Асыл дініміз ислам иман келтірген жандардың өзара туыс бауыр екендігін айтады. Қасиетті Құранның Әл-Имран сүресінің 103-ші аятында Алла Тағала сондай-ақ өздеріне Алланың берген нығметін еске алыңдар. Өйткені сендер бір-біріңе дұшпан едіңдер, жүректерінің арасын жарастырыңдар. Оның игілігімен бауырға айналыңдар деп айтады. Хазіреті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям насихаттың алғашқы кезінен бастап мұсылмандардың өзара бауыр әрі туыс екендіктерін жариялаған. Бұл біздердің өзара бірлікте болып, бауырға болуымыздың қаншалықты үлкен маңызға ие екендігінің көрінісі. Ғалымдарымыз бауырмалдық пен бірлікті жайқалып өскен тоғайға теңеген. Себебі тоғай өсіп, бұлдағы көбейген сайын қуатталып, оған қатты жел әсер ете алмайтындай, ауызбіршілігі мен бауырмалдығы мығым елге ешқандай жамандық теріс әсер тигізе алмайды. Ата-бабаларымыз ынтымақ елдің ырысы, байлық емес, бірлік байлық, айтыстан ауыл болмас, болыспаған дау болмас деу арқылы біздерді әрдайым ауызбірлікте болуға шақырған.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Müslümanlar bir-birine normallikda, mehriplilikte, qarım-qatnasda bir-birinin dini ispatlash. Eğer onun bir a'zosi olsa, qolgani uyqusiz және istig'i ko'tariluvda onымен birga bo'ladi degan. Денені құрайтын ағзалардың бірігі. Дұрыс жұмыс жасағанда дененің сау болатындығы сияқты. Қоғамның мүшесі саналатын адамдар да өзара бауырмалдық пен бірлікте болса, ол қоғам өркендеп гүлденеді. Мұсылман адам өзге адамдармен қарым-қатынасты өзара бауырмалдықтарын арттыратын амалдарды атқарып, бауырмалдық пен бірлікте сыза түсіретін істерден сақ болу қажет. Төртінші сипат адал еңбек етуші. Жас ұялшақ келер, арсыз қаншақ келер демекші, өзі еңбек етуге шамасы келе тұрып, өзгенің қолындағыны дәм ету, одан сұрау барлық адамға тән іс емес. Қожа Ахмет Яссауи бабамыз арыңды сақта болсан да малға келмей деп айтқандай, мұсылман адам мұқтаж болып тұрса да ешкімге алақанын жаймайды. Өз маңдай терімен нәпақа тауып, адал еңбегімен табысқа кенеледі. Алла Тағала қасиетті Құранның Бақара сүресі 173 аятында мүминдердің осындай ізгі сипаты жөнінде білмейтін біреу оларды ар-намыстарын сақтағандықтарынан бай деп ойлайды. Оларды бейнесетін ақ танисың, олар адамдарға жармасып сұрамайды деп айтты. Демек, мүминдер мұқтаж болып тұрса да, ешкімге қолын жаймай, ары мен намысын жоғары қойғандықтан, оны сыртынан көрген адамдар бай екен деп ойлап қалды. Хакім ағай қара сөздерінің бірінде ардан кеткен соң тірі болып жүрген құрсын. Егер онысы жалға жүргенде жанды қинап еңбекпенен мал тәп деген сөз болса, ол арыз кететұғын іс емес. Тыныш жатып, көзін сатып, біреуден тілінбей, жанын қарманып, адал еңбекке мал іздемек, ол арлы адамның ісі дейді. Ал Шәкірім бабамыз ақылды сол ысақ пен ар сақтайды, арсыз сол арамдық пен жан сақтайды, адал сол таза еңбекпен күнін көріп, жаны үшін адамшылық арын сатпайды деген. Ардақты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәлім көрген сахабалар әрдайым тек өз маңдай терімен тапқан нәпақамен күн өткен. Меккедегі мұсылмандар Мәдинаға қоныс аударғанда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұхажирлер мен ансарлардың өзара бауыр екендіктерін жариялайды. Оны естігенде Саид ибн Раби радиаллаху анху өзінің дәулетінің тең жартысын жаңадан келген діндес бауыры Абдурахман бин Ауфқа радиаллаху анху бөліп бермек болады. Сонда мұндай жомарт мінезге риза болған Абдурахман радиаллаху анху, Алла Тағала сізге берекесін берсін, маған базардың жолын көрсетіп жіберсеңіз болды деген. Осылайша Абдурахман бин Ауф дайын дүниені еңбектенген гөрі өзі еңбектенгенді дұрыс санайды. Базарға барып, сауда-саттық жасап, көп ұзамай үлкен байлыққа келеді. Ардақты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні сахабаларына кімде-кім маған адамдардан еш нәрсе сұрамаймын деп кепілдік берсе, мен де оның жаннаттық болатынына кепіл боламын дейді. Сонда Саубан есімді сахабасы, о Алланың елшісі, бүгіннен бастап адамдардан еш нәрсе сұрамайтын боламын дейді. Осы жайында куә болған адамдар Саубанның расында да дүниеден өткенше ешкімнен еш нәрсе сұрамағандығын айтқан.
жұма күні намаз үшін азан айтылған кезде дереу Алланы еске алуға ұмтылыңдар және сауданы қойыңдар. Егер білген болсаңдар, сендер үшін жақсы. Намаз өтілген кезде жер жүзінен таралыңдар да Алланың берекетінен несібет іздеңдер. Сондай-ақ Алланы көбірек зікір етіңдер, әрине құтыласыңдар деп айтқан. Бұл аяттарға назар салатын болса, мүмин адам жұма намазына дейін еңбек етіп, жұмаға азан шығылысымен Алла Тағаланың парызын өтеуге барады. Жұма намазы аяқталысымен қайтадан Алла Тағаланың несібесін іздеп еңбек етуге кірісіп кетеді. Арнада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларға еңбек етуді, адал жолмен табыс табуды әрдайым насихаттайтын болған. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям осындай еңбек етуге шақырған хадистердің бірінде анығында сендердің біреулерінің арқан алып тауға барып иығында отын көтеріп келіп базарда сатып, сол арқылы Алла Тағала оған мұқтаж қылмағаны, оған кейде беріп, кейде бермейтін адамдардан сұрағаннан әлде қайдан қайырлы деген. Халқымыздың мақал-мәтелдерінде еңбек қылмай ер оңбас, бірлік қылмай ел оңбас. Еңбексіз өтпек жоқ, еңбегіне қарай құрмет, жасына қарай ізет деген көптеген нақыл сөздерді кездестіруімізге болады. Бұл нақыл сөздер ата-бабаларымыз үшін еңбек ету, ешкімге масыл болмай, өз маңдай терімен мал табудың қаншалықты үлкен маңызға ие болғандығын көрсетеді. Бесінші сипат үлгілі отбасы болу, отан отбасынан басталады. Демекші, мұсылман адам өз отбасына қамқор да жанашыр. Ер адам болса, әйеліне қамқор, әйел адам болса, әркез ерін құрметтеп сыйлай білу қажет. Алла Тағала қасиетті Құранның Рум сүресінің 21 аятында сендерге жандарын жай тапсын деп өз жыныстарынан жұбайлар жаратып, араларында сүйіспеншілік, мейірімділік ұялатуы да оның белгілеріне расында осыны ақылға салып ойланатын қауым үшін айқын дәлелдер мен белгілер бар деп айтқан. Бұл аятта сүйіспеншілік пен бірге мейірімнің қатар қолданылуы тегін емес. Өйткені жұбайлар арасында мейірімділік сақталған жағдайда ғана олардың арасында сүйіспеншілік сақталмақ. Қандай да бір отбасында мейірім жоғалса, олардың арасындағы сүйіспеншілік те жойылады. Құрметті жамағат, дінмен көркем болмаңдар, дінді көркем етіп көрсетіңдер делінген ғибратты сөз. Мұсылман адам әркез шынайы келбетін сақтап, мұсылмандық сипаттарды іске асырып, соған сай болу қажет. Сонда ғана оның бойында тақуалық көрінісін тауып, сыртқы және ішкі дүниесі сәйкес келмек. Алла Тағала қасиетті Құранның Али Имран сүресі о иман келтіргенде Алладан шынайы қорқыңдар, мұсылман болған күйде ғана жан тапсырыңдар деп тақуалықты бұйырып, дүниеден өткенге дейін кемел мұсылман болуымызды әмір еткен. Алла Тағала біздердің ойымызға мұсылманның келбетіне сай сипаттардан әсер етіп, қасиетті